Сәлем балалар. Мен бүгін сендерге атақты бауырсақ ертегісін оқып беремін. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Кемпір қаймаққа нан илеп бауырсақ пісіріпті. Бауырсақты сусын деп терезенің алдына қойып қояды. Бауырсақ тұрып, терезеден еденге, еденнен дәлізге секіріп түседі. Одан далаға домалайды. Оның алдынан қоян шығады. Қоян айтады: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қоян. Бауырсақ айтады: жемеші емес, мен саған өлең айтып берем. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым. Енді сенен қашып кетсем деп, домалап қашып кетеді. Оның алдынан қасқыр шығады. Қасқыр айтады: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ айтады: жемеші емес, мен саған өлең айтып берем. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым. Енді сенен қашып кетем деп, домалап қашқан кезде алдынан аю шығады. Аю айтады: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Жемеші емес, мен саған өлең айтып берем. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым. Енді сенен қашып кетем деп, домалап қашып кетеді. Сосын оның алдынан түлкі шығады. Түлкі айтады: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Түлкі айтады. Бауырсақ айтады: жемеші емес, мен саған өлең айтып берем. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояндан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым. Енді сенен қашып кетем дегенде, түлкі айтады: мен естімей тұрмын, менің тұмсығыма шығып айтасың ба, дейді. Бауырсақ тұмсығына секіріп, түлкінің әнді айта бастаған кезде, бауырсақ түлкі оны жеп қояды. Егер балалар, сендерге бұл ертегі ұнаса, маған комментария жазып, лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар.